Шұғыл хабар. Полиция Атырау облысында із-түзсіз жоғалып кеткен отбасыға қатысты шұғыл түрде мәлімдеме жасады. Атырау облыстық полиция департаменті Жангелдин ауылында жоғалған отбасы мүшелері Мейрамгүл Қарабалина мен Наурыз Мұханғалиевті іздеу жұмысын жалғастырып жатыр. Бұл туралы Алаш.кз сайты хабарлайды. Атырау облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі іздеу тек азаматтар табылған кезде тоқтайды деді. Сондықтан іздестіру жұмысы әлі жалғасып жатыр. Полицияның мәліметінше, қазіргі уақытта бұл жұмысқа төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлері араласып жатқан жоқ. Яғни бұл құрылым тарапынан іздеу тоқтаған. Полиция департаменті қажет болған жағдайда іздестіру жұмысына өзге құрылымдар жұмылдырылуы мүмкін екенін нақтылады. Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін Атырау облыстық төтенше жағдайлар департаменті Жангелдин ауылында Наурыз Мұханғалиев пен Мейрамгүл Қарабалинаны іздеуге бағытталған іздестіру-құтқару жұмыстары аяқталғанын хабарлаған еді. Қадірлі көрермендер, бұл ақпарат қоғамды алаңдатып отырған істің әлі жабылмағанын көрсетеді. Төтенше жағдайлар департаменті іздестіру-құтқару жұмыстарын аяқтағанымен, полиция тарапынан іздеу жалғасып жатқаны өте маңызды жайт. Өйткені адам тағдырына қатысты істерде тоқтады деген сөз ерте айтылмауы керек. Полицияның азаматтар табылған кезде ғана іздеу тоқтайды деуі жауапкершіліктің бар екенін аңғартады. Қарапайым халық үшін бұл аз да болса үміт береді. Себебі ресми органдар істі соңына дейін жеткізуге ниетті екенін көрсетіп отыр. Қоғамда әртүрлі әңгіме, болжам көп. Бірақ дәл осындай кезде сабыр сақтап, ресми дерекке ғана сүйену маңызды. Іздестіру бір құрылымнан екіншісіне ауысуы қалыпты тәжірибе. Оны іздеу тоқтады деп қабылдауға болмайды. Ең бастысы, Наурыз бен Мейрамгүлдің тағдыры анықталуы. Бұл тек бір отбасының ғана емес, бүкіл елдің жанын ауыртқан жағдай десем болады. Шындық ашылып, әділдік орнаса, халықтың да көңілі бір сәтке болса да тынышталар ма еді?